Саламатсыңдар ма менің құрметті көрермендерім. Мен сіздерге кеше мына құрақтың тігілуін көрсеттім. Енді бүгін осы құрақтан мен сумка тігем деп шештім. Енді сол сумканы сіздерге көрсетіп берейін. Бұның мен мынандай несіне қарай, құралған құрағына қарай қазір орналастырып алайын. Бұдан мен 16 данасын тігіп алдым қазір. Осы құрақтың 16 данасын тігіп алдым. Сегізден 2 қатар қойып аламыз. Сіздер мұқият тыңдап отырыңыздар. Осы сумканың тігілу жолын үйреніп алсаңыздар, өздеріңіз тігуге болады. 8. Енді мынау екінші қатар астындағы, оған да мына күлгіннен, бір көздегі күлгіннен, бір шетін күлгіннен еттім, 3 шетін көктен еттім ғой. Сол күлгіннен еткен бір көзіне екінші көздің күлгін түсін сәйкестендіріп қойып жатырмын. Міне мына ұқсап, осындай 2 қатар болып тігіледі бұл. Сіздер енді қазір түсінбеулеріңіз мүмкін, бірақ тігіле келе түсінетін боласыздар. Мен енді бұны тіккен кезде былай қып тігемін. Тура осылай тігіледі. Мына 4 көзі бір тігіп аламын, 4 көзін. Мына 4 көзін бір тігіп аламын. Және мына 4-еуін бір тігемін. Мына 4-еуін бір тігіп аламын. Енді құрметті оқырмандар, мынаған назар аударыңыздар. Мынау күлгін түстіден мен осындай матаны алып, астына флизелин жапсырып алдым. Енді мынаған назар аударыңыздар. Осыны өздеріңізге түсіріп жазып алсаңыздар да болады. 53-те ұзындығын, 24, мынау табандығына кетеді мынау. Сумканың табандығына кетеді, сыртқы жағына табандығына кетеді. 53-те 24. Мына 62-де 9 сантиметр, осыдан 2. Бұл баулығына кетеді. Осында қырқып аламын. Және 8,5-да 7 қып 4 данасын баулыққа кетеді бұл да. Енді осыны түсіріп алыңыздар өздеріңізге. Өздеріңізге түсіріп алсаңыздар болады. Қазір онды жүре келе түсінетін боласыздар. Міне қазір мен мынаның бәрін қырқып алайын. Сіздер де тура осы менің істегенім бойынша істейтін болсаңыздар, менің артынша өздеріңізге түсінікті болады. Тура осылай матаның ұзындығынан саламыз. Мына ұзындығы матаның. Осыдан саламыз. Осыны ұмытып кетпеңіздер. Бұл маталарды қатайту үшін біз ылғида флизелин жапсырып отырамыз. Флизелин, паутинка деген бар. Паутинка ол флизелиннің бір шеті ғана желім болатын болса, паутинканың 2 шеті де желім. Себебі ол ою жапсырады паутинка. Ал флизелин матаны қатайту үшін жапсырылады. Мен енді қазір осы флизелин жапсырып алып, сосын сіздерге сызып, дайындап көрсетіп отырмын.
Осы сызғаным бойынша бәрін жеке кесіп алып шығамын. Сосын сіздерге түсіндіремін ары қарай тағы да. Баулықты қалай жасаймыз, табандықты қалай тігеміз. Тек қана бірме бір менің артынан қайталап отырыңыздар. Енді бұл сіздерге тегін мастер-класс қой. Үйренем деген адам осыны ізмеміз қайталап отырып шығаруға болады. Мынау шетіндегілерінде кесіп тастаймын. Себебі ол линейкамен өзім туырлап сызып алғаным ғой. Енді мынаны ұмытып кетпеңіздер. Мынау 4 данасы. 1, 2, 3, 4. 8 жарымда 7. Осында жеке кесіп аламыз қазір. Мінекей бәрін түгел кесіп алдым. Артығын алып қояйын. Мен жаңа сіздерге мына құрақтарымды қалай тігуін көрсетемін дедім. Енді 4-4-ге мына ұқсап тігіп алатын болсам, егерде осыған назар аударыңыздар. Енді бұның әрқайсысы барлығы бірдей болу мүмкін емес та. Мына 4 әр көздің бірдей болу мүмкін емес. Біреу 14 болып тұр, біреу 17-де 3 болып тұр, біреу 17-де 5 болып тұр. Енді соны торлап тігуді сіздерге көрсетемін. Міне мына ұқсап бір-біріне беттестіріп аласыздар. Сосын бұл жерде ең алдымен мынау көзбен мынау қиылыстың екеуінің бірге келуін қадағалайсыздар. Міне. Осы екеуі бірдей кесе құрақтарыңыз дұрыс деген сөз. Енді біреу үлкен, біреу кіші болғандықтан бұны жай неғып отырасыздар. Қолмен туралап. Негізі қалыңдау ғой. Және мынау көзбен мына көздің екі ортасын, мына екеуін осы екі жер қиылысқан бірдей келу керек, осы екі жер. Міне осыны қадағалаңыздар.